Қағанат пайда болды. Түріктер бір құдай тәңірге табынып, ең алдымен барлық тайпаларының еркіндігі, тәуелсіздігі мен достығын бағалады. Арада 1000 жыл өтіп, ұлы қағанаттың жерінде мәңгілік ел, қазақ елі шаңырақ көтерді. Ата заңында барлық азаматтарының еркіндігін, теңдігі мен бірлігін негізге алған ұлы дала елі көк түріктің сарқылмас дәстүрінің мұрагері болды. Жоғарыда көк тәңірі, төменде қоңыр жер жаратылғанда, екеуінің арасында адам баласы жаратылды. Адам баласын билеп, Ашина текті бұлмын қаған отырды. Бөлікті алып қаған ет. Ол елінің тұтастығын, бірлігін сақтап, басы бардың басын игізді, тізесі бардың тізесін бүктірді. Бұл ұлы даланың төріне бөрілі байрақ тіккен мәңгілік ел көк түрік қағанаты еді. Алайда төрт жақтың барлығы жау болып, тыныш өмір ұзаққа созылмады. Майзаға қарату тіккен жауыз табғаш қолы қағанаттың тыныштығын бұзды. Бұлар ұлы даланың төрін басып, қағанатты шексіз билеуді көздеді. Көк түріктің жерінде кеңдеген 3 ұлыс, теміршілер, бүркітшілер, мерген қыздар байтақ елді соңғы тынысы қалғанша қорғатты. Олар жауларын олша жайпап, бүрше бүрді. Жау жеңілді. Көк бөрінің рухы дарыған 3 ұлыс жасағының даңқы жер бетіне тарады. Бұлардың күші қолдағы қаруды емес, татулық пен бірлікте болған еді. Бұмын қаған жоғарыға тәңірге ұшты. Ұлы даланың ендігі жазмышы алып қаған ұрпақтарының қолында еді. Күлтегін. Бас аяғыңды қабғаштың сырындығы. Ақ бала асыңда! Тұрғане! Күлтегін, тоқтай тұр! Білге, тездет! Тасқа жақындап қалдық. Бұл жады тас Күлтегін. Ежелгі аңыздар бойынша еліміздің бірлігін сақтап тұру үшін бұл тасты Тәңірінің өзі жаратқан дейді. Аңыз дейді? Аңызға сенген сені көрдім. Мә, айтқан аңызың шын ба, өтірік пе? Тексеріп келейік. Хей, алған бетіңнен қайтпайтын інім-ау. Тоқта, Күлтегін! 2, 3. О, Тәңірі! Оның естемі қарашырын түрік қаған. Бұл таста Күлтегін Ашина текті ұлы батырлардың аты жазылған. Тағы да аңыз. Бұлар ежелден бері көк түріктің жерін тапқаштардан сақтап келген батырлар. Біз сол батырлардың ұрпағымыз Күлтегін.
меніңше бұл жерде тағы бір батырдың аты кем сияқты. Солай ма? Ол кім екен? Айтшы кәні. Асықпа Ағатай. Көк түріктің келесі батыры кім екенін аздан соң білесің. О, тәңірім, сен мына тас қатыңды өз қолыңмен жазбақшысың ба? Онда тұрған не бар екен? Болатын істің ертесі жоқ. Қазір-ақ жазып тастаймын. Шын осында көр. Інім-ау! Ағын тасқа жазылатындай ештеңе жасаған жоқсың ғой әлі. Сен алдымен ер атануың керек. Бұл жерге ер атанған батырлардың ғана ат жазылады. Көтегін! Бас аяғың сау кезде төменге түскені. Қазір көреміз. Ереместе көретіз. Ер атанған батырлар ғана дегенің қайда? Мынау не сонда? Айттым ғой мен саған. Ей, батыр, әкел қолыңды. Ер болмай тұрып, жер құшайын дедің бе? Үйдіп құлай берсең, елің батырсыз қалар. Сөзіңнің жаны бар. Әй, түнде қақпаны ашпаушы еді ғой. Не болды екен? Жүр, көріп білейік. Бір, ек, бір, ек, бір. Білге, бұл қай байқұс болды екен? Соғыста қолға түскен тапқаш. Оны абақтыға бара жатыр. Не тұрыс? Жүр жақынырақ көрейік. Сөйлейсің дағы. Оған жақындау мүмкін емес қой. Жолын табамыз. Менде бір ой бар. Ер соңымнан. Кеттік онда. Енді сен осы абақтыда шірігенше отырасың. Солай. Көк түріктің жеріне қол сұққандардың тірлігі ұзақ болмас. Күмәнің болмасын. Бұл не? Көрдің бе? Бірдеңе жарқ етті, білмедім. Бар қара. Ей, есің дұрыс па сенің? Не көрінді саған? Еркек басын кел бері көрейік. Сен кім едің? Көзіңді ойып алайын ба? Қолыңды келсе ойып ал, сүмелек. Жарайды. Сені келмей қалады деп қамыға бастадым. Жол ұзақ болды. Бұл жердің тау мен тасы да маған қарсы болғанда. Үніңді өшіртіп қаш. Менің жоспарыма ештемеде кедергі бола алмайды. Білге, жоғарырақ көтер. Желкенді баспа. Осыншама боққарым болар ма еді? Мына көк түріктер бұл жерді ұзақ жылдар иеледі. Жетер енді. Бұлардың билігіне балта шабар кез келді. Не істеу керек? Өзің де білесің.
Шын бергендігіме күдігің болмасын. Айтқаныңды орындаймын. Ақырын. Әрине орындайсың. Қаштық білген. Не көрдің? Айтсаңшы. Абайда, қолыңды бер. Қапағанаға. Төңіректі шулатып жүрген сендер екенсіңдер ғой. Мен мына жерде біз Қапағанаға біреу тұтқынды босатып жіберді. Арамызда сатқын бар. О не дегенің? Тұтқындардың барлығы темір торда отыр. Ал сендерге абақтыға кіруге тыйым салынған. Қаған естісе, балалар, оңай құтылам деп жоқ, ойламаңдар. әкем айтпай-ақ қойыңыз. Ешқандай сатқын, ешқандай тұтқын көрген жоқпыз. Солай емес пе? Солай-ақ болсын. Бірақ мына сөздерді біреу естімесін. Әсіресе қағаны құлағына шалынса. Не боларын өздерің білетін шығарсыңдар. Әзірше үйге барып ертеңгі тойға дайындалғандарың дұрыс болар. Ал мен ештеме көрмегендей болайын. Ештеме көрмегендей бола тұрайын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Армысыңдар. Бірге болсын. Әже! Балалар алаңда садақ атып жатыр. Мен де сол жерге баруым керек. Ай балам, ұлыстың ұлы күні көзішпеген батырдың жолы болмайды деген. Міне, мына көжен түше қой. Сонда адырнаны да мықтырақ тартып, Болды ма? жебіңді дөп тигізесің. Енді менің жолым болады. Әрине құлыным жеміспен ұрар. Әттеген ай, тағы тимей қалды. Тұршы бұлай. Біздің де кезек келген шығар. Мықтылардан үйрен. Тарқандар келді. Тұмарбеке, не әкелдіңіз? Ей, бүркітші барлас. Балаларға не бересің? Әлде құр қол келдің бе? Осы жолы шойын қара бастасын. Беріңізші. Өткендегідей ренжіп қалар. Не айтасың, шойын қара? Сыйлығым бойдайын. Анау, иығыңдағы тауығың. Қаңып алса болған. Тоқтаңдар. Қағанның ордасына хайуан кіргізуге болмайды. Ей, оңбаған, сен менің құсымды хайуан деп тұрсың ба? О, сен айтып тұр жармес. Бүгін күн мен түн теңеліп, ұлыстың ұлы күні орнаған кезде ордамызға суыт хабар жетті. Үстіміздегі түні абақтыдағы жау табғаштың тұтқыны қашып шығыпты. Кім екені белгісіз. Бірақ арамызда жау тұмсығын иіскеген сатқынның бар екені анық. Ұлық қаған. Іздеп тауып, иттесін басына қаптайын. Бұл жаудың ту сыртымызға келіп жеткенінің айғағы. Сондықтан
Осы жағдайды шешуді оң қолым, туған ағам қапаған шатқа тапсырдым. Өш ұлыс көсемдері, сендер ежелден бері Көктүріктің киелі жерін қорғап келесіңдер. Бүгін елімізге қауіп төнген шақта. Сендерге жалғыз айтарым. Түрік халқы жойылып кетпесін десеңдер, ата-бабамыз қоныс тепкен жер су иесіз қалмасын десеңдер, бірлігіңді, татулығыңды сақта. Іштен шыққан жау жаман. Азға таласып, көптен айырылып қалмаңдар. Осында есте сақтағандарың жөн. Сені босатқан сатқынды табуда анау есалаң маған тапсырды. Аңқауға бас не керек? Қазырақ барып шауып алайын. Асықпа. Көктүріктің күні бүгін бір жолата батты. Я көк тәңірім, я жаратушым. Құттарған байтақ елімді, ұйық жерімді, ата-бабам билік еткен жер су қонысымды жаудың жалынынан сақтай көр. Осынау аласапыран кезеңде елімді қорғап қалатын қалқан бола көр. Я тәңірім, бір өзіңе сендім. Елім деп соққан әр түріктің жүрегіне сенім, қолына күш қайрат бере көр. О, тәңірім, о, киелі жер су, о, ұлы Көктүрік жұрты, бірлікте болыңдар, мәңгілік болыңдар. Қолдарымыз ер жетті ел білге, ерте кеткенін олар қауып алып алды. Екеуінің жазымын тәңірге тапсырдым. Қиналған шақта демей жүр. Кімсің сен? Ақжол болсын, ұлық қаған. Өлтір. Өлтірді. Өлтірді. Асыл қағанымызды өлтірді. Қара ниет қашшаудың қанды қолы қағанымыздың өмірін қиды. Жаудың тұмсығын ескеген сатқын бар деп етегі бабамыз. Сатқының да беті ашылды. Әке! Әй, түріктің күшігі. Осы жерде бой тазалап отырғаныңды білем. Жаның барында шық, шық қане. Қолыма түссең болды. Кеудеңдегі жаныңды суырып алам.
Тапсырмаң орындалды қапаған. Күлтегінді орманда өлтіріп, қасқырлардың талауына қалдырдым. Азулы көкжалға түсің батпай. Буыны қатпаған бөлдірікті жөкемдеп келдім дейсің ғой. Жарайсың. Бәрі ойдағыдай келе жатыр. Бүгін ұлық қағанымыз көшімді. Тәңірге ұшты. Көкте тәңірі, жерде бүткіл түркі елімізбен бірге қайғырып отыр. Ел теріс қаған, түркі ел үшін түн ұйықтамады. Күндіз отырмады. Екі жақсы қаған еді. Арамызда шірік. Сатқын бар деп ескерткен еді қайран бауырым. Ол сатқын беліне шыққан өз баласы болып шықты. Жаумен ау жаласып, қаған болам деп әкесін өлтірген мына қанжардың иесі Күлтегін! Жоқ! Мүмкін емес! Өтірік! Күлтегін сатқын емес! Сатқын емес? Түн жамылып, абақтада отырған табғашты босатқан кім? Өлім болған түнде қылмыс жасап, жаудың жетегіне кеткенін өзің көрдің ғой. Сенің әкең жан тапсырған кезде жанында қанға боялған мына қанжарды жатқанын көрмедің бе? Ел теріс қаған қайтыс болды. Күлтегін де әкесінің соңынан кетті. Енді осы сәттен бастап бүткіл түркі қағанатының тәңірі қолдаған ұлық қағаны мен болам. Жоқ, ұлы даланың заңы бойынша қағанның ұлық қаған болады. Көк түріктің жеріне ел терістің ұлы білге қаған бол тиіс. Бұл айдан анық. Сен әрқашан қасымда болам деуші едің ғой. Енді сен жоқтап отырып, анам да жоқ. Енді Күлтегіннен де айырылдым. Қапаған көке, Күлтегінді сатқан, сені өлтіргенде сол дейді. Мен оған сенбеймін. Өтірік! Күлтегіннің тірі екенін сезем. Оны іздеп табуым керек. Маған сенің кеңесің керек, әке. Әке. Білге балам, қайғыңа ортақпын. Күлтегіннің сатқындығы бәрімізге ауыр тиді. Күлтегін сатқын емес, өлген де жоқ.
Жарайды, солай болсын. Күлдегенді іздеп табам десең. Бара ғой. Қағанатын қамын маған тапсыр. Жоқтығыңды білдіртпей. Ақбала асында! Мынаның да көзін құртайын ба? Қажеті жоқ. Құдалада қаңғы бөлер өзі де. Сен батыл ойқастың. Кім бұл? Кім болсаң да шық бері. Мен көк бөрімін. Алпамсадай тапқашпен алысқан сен қай батырсың? Батырлығымды білгін келсе жарыққа шық. Ашық айқасайық. Айқасатын күнің әлі алда бала. Сен әлі әлсізсің. Оның үстіне жауын болсам, тапқаштан құтқарар ма едім? Мені құтқар деп сұраған жоқ. О, тәңірім, сен әлсіз ғана ма десем, оныңсын ақымақ екенсің ғой. Алысатын жауың мен емес. Мен саған көмектескім келеді. Азулы жауың бүткіл түркі елін етсін батырды. Көп ұзамай байтақ елін құрдымға кетуі мүмкін. Бірақ әлі де кеш емес. Әкем қаған, кедейді бай, ашты тоқ қылды. Оған тең келетін басшы жоқ еді. Енді міне, жаудың қолынан қаза тапты. Жауға қарсы тұра алатын кім бар? Сен барсың. Мұнда келуің бекер емес. Сен нағыз ерсің, батылсың. Алайда үйренетінің әлі де бар. Жау күшікті. Оны жалғыз жеңе алмайсың. Күш жинауың керек. Мен саған қолдағыс болуға дайынмын. Әкем қағанның өліміне себепші? Бәрін де білемін. Әкесіз қалдым деп қайғырма. Өткен кеткен, оған жармас па? Болашаққа ұмтыл. Тәңірі жарылғап. Еліңнің бағына әкең сені батыл, жау жүрек жігіт қылып өсірді. Енді елің ауыз біршілігін, татулығын жоғалтпаса болғаны. Әлі де сенімім бар. Тыңдаңдар. Табғаштың қара ордасы еліміздің шекарасына таяп қалды. Бірақ әлемдегі бірде-бір қарулы әскер осы күнге дейін көк түріктің қолын жеңіп көрген жоқ. Дұрыс айтасың, қабаған. Үш ұлыстың бірлігі барда, елдің шаңырағы шайқалмайды. Бүгін ел терістің ұлы Білге қаған аздап сыртқа танып қалыпты. Сондықтан мына жарлықты жариялауды маған тапсырды. Осы күннен бастап көк түріктің жерін қоныстанған үш ұлыс бүркітшілер, мергендер, шеберлер тайпалары бір қолға біріксін. Біріккен қолдың басына үшеуінен бір ғана тархан сайланып, оған шексіз билік берілсін. Біріккен қолыға жалғыз басшы керек болды. Осы отырған үшеуінің бірін ғана тархан атағына ие боласыңдар. Қайсың сай екенін өздерің шешіңдер. Не? Шексіз билікке ие бола алмай қалам деп ойланып отырсыңдар ма? Ежелден бері көк түріктің жеріне қала салып,
қару соғып еңбек етіп келе жатқан мына біз шеберлер ұлысы. Мыналардың жебесін жасап, бүркіттерге болат тегеурін тағып беріп отырғанда біз. Оның үстіне ата-бабам жүздеген жылдар бойы ел басқарған. Ұлыстардың басын біріктіріп, осылардың үстіне басшы болуға лайық адам кім десеңдер? Ол мен! Ей, темірші шайын қара. Миыңа әппен балып кеткен бе? Не, менің ата-бабам ел басқармады дейсің бе? Әлде мені тексіз елдің ұрпағы деп отырсың ба? Ел басқару не сейхан? Теміріңді балқытып күніңді көре бер. Сай-саланы аралап, азға келіп, сенің жұртыңды аштықтан аман алып жүрген кім? Әлде аңаулау, темір қортқаннан оңай деймісің, а? Басшы бол десеңдер, міне қару, міне бас. Жұртым үшін екеуінен де айырылуға дайынмын. Біз болмасақ, қаруыңнан да, басыңнан да айырылар едің баяғыда. Мына екі қол болмаса, анау иығыңда отырған құсыңның қораздан не артықшылығы бар? Мына жебенкек жіберуге жарар еді. Ел билет, басшы болу. Ерлердің ғана қолынан келеді деп кім айтты? Осы жебе қаншама жаудың азуын қайтарды. Елді қорғап ерлермен қатар біз де қаншама шайқасты өткердік. Қол бастауға біз де бармыз. Не дейді? Қатынға қарап отырған оны шешетті сен емес. Жағыңды қарыстыр. Жетер енді. Айтысып, бұл сұрақтың түбіне жете алмайсыңдар. Сендерді тыңдасам, үшеуіңде басшы болуға лайық екенсіңдер. Сондықтан үшеуіңде тең басшы, тең қол басшы болыңдар. Бұл ең оң шешім. Жоқ. Енді бұлардың бетін көрсем, көзім шықсын. Осы сәттен бастап, біз қорытқан темірдің бір түйірін де көрмейсіңдер. Өзімді көрмесек болды. Темірсізде жанымызды бағармыз. Енді қайсысы бірің алдымнан шықсаң, бастарыңды алам. Кімнің бас алдымен домалайтынын әлі көреміз. Жерімнің шекарасын аттасаңдар, осы жебелермен қауышасыңдар. Бәрі мен ойлағаннан да оңай болды. Әйгілі татулығың осы болса, бірліктеріңе болайын. Осы күннен бастап, ажырамас үш ұлыстың арасы қақ жарылды. Бірін-бірі көрмей, көрсе қалса жанжалдасып, уақыт өткен сайын аралары салқындай берді. Татулығына сыза түсіп, үш ұлыстың берекесі кеткенін көріп, киелі жер су қасиетінен айырылды. Татулық, бірлік, құрдыққа кетті. Көк түріктің жерін қара түнек басты. Тайпалар әлсіз болып шықты. Қара ниет қас жаудың өрмегіне түсіп арбалған екен ақыры. Саған ертеде болған бір оқиғаны айтып берейін. Тағында. Осыдан көп жыл бұрын түріктің қызы жау табғаштың баласын сүйіп, елін тастап қашып кеткен. Мұндай сұмдықты көрмеген көк түріктер қашқан қызды елге қайтарып, жазасына абақты қарамайды. Қамаудағы қыз көп ұзамай қаны шата ұл туып жан тапсырады. Алайда ана жүрегі аққой, жетім қалған сәбиді түрік ханымы бауырға басып туған ұлымен қатар өсірген. Арада уақыт өтті, балалар өсті. Бір жолы ұлық қаған асыранды баланың бойынан қауіп сезе бастайды. Ашуға мінген қаған табғаштың сілімтігін түріктің жерінен қуып қаңғытып жібереді. Әлсіреп адасқан баланы табғаштар танып бауырға басады. Содан көп жыл өтті. Түрік қағаны тәңірге ұшты. Қағанның ода елтеріс таққа отырды. Күндердің бір күнінде хан ордасына бейтаныс адам келді. Қапаған?
Ештеңе сезбеген елтеріс қаған, бір көскен бауырын сағынышпен қарсы алып, оң жағынан орын берген. Қағанның бұл шешімі Көктүріктің келесі тағдырын бел. Болды. Жалғасы не болғанын өзінде білем. Ол күн сайын күшейіп келеді. Қабағанның ендігі мақсаты үлкен қара тас тоятып, шексіз күшке ие болу. Оны жеңетін тек сен ғана Күлтегін. Қоштасатын кез келді Күлтегін. Қолымнан келгенін бойымда барын саған бердім, үйреттім. Ендігі үлкен жолды менсіз өтуің керек. Есіңде болсын, сен бас кесер жендет емессің, сен батырсың. Ата-баба әруағы қолдасын сені. Қош бол, ел терістің ұлға. Көптен күткен ұлы күнге де жеттік. Көкбөрінің ұрпақтарын қой шақырдым. Бетке ұстар бірлігін жоққа шығардым. Енді бұл жердің иесі мен Қапаған! Саған тапқаш, соңғы тапсырмам бар. Тыңдап тұрмын. Үш ұлыс әлсіреді. Солардың көзін құртып, жеріне иелік ете бер. Ойластырғанымды аяқтап кел. Бұл жерде бізге енді күнкөріс жоқ. Жер үйіміз қу далаға айналды. Аңа талының бәрі шөбі шүйген, су мол жаққа кетті. Енді бұл жерден біз де кетуіміз керек. Ұлыстың бірлігі бар кезде мұндай сұмдықты көрмеп едік. Қайта біріксек болмас бет. Жоқ! Көрмегенім солар болсын. Күн батып бара жатыр. Көшуге дайындалыңдар. Айсаларында алыңдар. Бүркіттерді бостан! Бұл әкемнің кегі! Кімсің сен? Атың кім батыр? Сөйлей аласың ба өзің? Мергендер ұлысына баруымыз керек. Жиналыңдар!
Бұл мен. Бүркітшілер ұлысының тарқаны Барлас. Жаның барыңда кері қайт. Мен Тұмарға келдім. Көмегі қажет. Тұмарбике, үйіңізге құтты қонақ келе жатыр. Жүрісі суыт көрінеді. Олай болса, ас суыңды дайындай бер. Тұмарбике, өзеннің арғы бетінен бүркітші Барлас келе жатыр. Сізді көргісі келеді. Қару жоқ, жанында жаралы кісі бар. Құтты қонағың осы болса, адырам қалғыр. Шатырға жеткізіңдер. Құп болады. Иә. Қаңғыған қай жел айдап келді екен сені бұл жаққа? Сенің алдыңа жан сауғалап келіп тұрғаным жоқ. Бір өтінішім. Мына баланың жарасына ем тауып, жанын сақтап қал. Құнына менің басымды алсаң да өз еркің. Өзіңнен басқаның қамын ойлайтын кезің бар екен ғой. Кім бұл? Не болды бұл балаға? Жұртыма қауіп төнді. Мына бала болмағанда қонсым обаға айналар еді. О, тәңірім, мынауың күлтегін ғой. Сатқынды шаңырағым әкеліп, иттігіңді дәлелдейін деп бедің? Екеуінің де басын алыңдар. Шаңырағында кек алып, қан төгіп қай бабаң салтында бар еді. Сенен өлмемес, өмір сұрап келдім. Сатқын түгіл арнаут болса да еміңді жаса. Қара көр. Бұған керегі өмір емес, өлім. Әкесін өлтіріп, тағбаш қарын сатқан күшікке иттің өлімі бұйырсын. Міне, сол күннен бастап мен үйге орала алмай қуғында жүрмін. Бәрін бүлдіріп жүрген қапаған екен ғой. Бұл қара бет қағанатты ессіз қалдырып, тағбаштарға бермекші екен. Біз осалдық көрсеттік. Қапағанның теріс ойын жүзеге асырып бердік. Сіздерге алғысым шексіз. Енді мен аттануым керек. Қапағанның жоспарына бөгет болмасам, бәрінен айырыламыз. Тоқта күлтегін, тәңір жаратқан, көкбөр дартқан алып күшіңді көрдік. Бұл жолда саған сенімді жолдас керек болады. Малға мал, жанға жан деген. Ендігі сапарда біз бүркітшілер жұрты соңғы тынысымыз қалғанша сенімен біргеміз. Біздің ұшқыр жебелеріміз де қолғабыс болып қалар. Ел үшін біз де иық тіресе шайқасамыз. Неге бұл кетпейді? Оян! Күштер маған, оян! Қапаған, құрыдық, жеңе алмадым. Тіпті күшейіп алған, жалғыз өзі жайратып салды. Жерікпей жөніңді айт. Кімді айтпасаң? Күлтегінді көрдім. Білегінде 10 аюды күші, кеудесінде 10 жолбарыстың айбыны бар. Күшім жетпеді. Кетер! Бармақтай баланың белін зоңғаған, сілімдік. Ол күшеген жоқ, сен әлсізсің. Бұл жолы жұлдызың оңынан туыпты түріктің күшігі. Ендігі ісім сенімен болсын күлтеген.
Шойын қара, қамбаларлық толды. Қорытылған кенді сақтайтын орын қалмады. Не бұйырасың? Білем, Темір Болат, білем. Кен біткенді балқытып, қару соққан күндеріміз артта қалды. Мынау тау боп үйілген темірдің құр жатқанын көріп, бауырым езіледі. Құрыдық, шойын қара, құрыдық. Сақлар өртеніп жатыр. Өтсіңдер! Көмек етсіңдер! Ей! Сыртымыздан шыққаны ма? Оңбағандар. Беттерін тіліңдер! Тасадан шабылдамай берсіңдер! Енді көзің жетті ме? Жолдас деп жүргенің жауыз болып шықты. Бұлардың жазымын ертерек шешіп тастау керек еді. Бұл қалай болғаны? Бұлай болады деп кім ойлаған? Ойланатын несі бар? Олар бірікті. Сенің басыңды алып, еріңді құл, жеріңді күл қылмақшы. Оларды бастап жүрген Күлтегін. Күлтегін? Я, Күлтегін. Ол тірі. Сақ бол, темірші шойын қара. Келес соққыдан сау қалуың екі талай. Желкеңе қанжар қадалғанда кеш болады. Сақ бол. Кімнің қанжары жылдам екенін әлі көрерміз. О, жаратқан. Не болған бұл жерге? Қапағанның қолы бұл жерге де жеткен екен. Уақытта қыз. Тез етіп шойын қараны табуымыз керек. Ашық айқасқа батылдарың жетпей, ту сыртымнан шабуылдайын дедіңдер ме? Қулықтарыңа, қулық табылмас деп ойладыңдар ма? Не деп тұрсың шойын қара? Ұрсыз деген біз жоқ, ақылға кел. Бір кейттеп кел. Бір кейттеп келіп бедің. Жұртыма оқ атып, тұрағымды өртеп, елімді қырғалы келген қаншерлермен бір кетін. Есалаң бедім мен? Оның үстіне, мына сатқынның жетегіне ерген екенсіңдер ғой. Сөзіңнен ойынан адаспа шойын қара. Сатқын мен емес. Қапаған. Тұрағыңды өртегенде сол. Қапаған деймісің? Олай болса мынау не? Аз су бермеңдер. Күн қайтқанша жазалаймыз. Мен өзім артылған сенімді ақтай алмадым. Мойыма Күлтегін, сен қолыңнан келгеннің бәрін жасадың. Өзімізге де сол керек. Көкірегімізді қызғаныш билеп, қапағанның сөздеріне ұрып алыппыз. Күлтегін, әуре болма. Уақтас, бөгілме. Алған бетіңнен қайтпа. Жоқ, сендер тастап кете алмайын.
сезім. Күдерімді үзбедім Күлтегін. Маған қағанды өлтірдің деп қара жақты. Ештеме демей қой. Мен бәрін білем. Бәрін ұйымдастырған қабаған. Иә, ол күшейді. Енді сәл кідірсек, жеңе алмауымыз мүмкін. Күлтегін, бара өтіміз тек сенде. Қабағанға төтеп бер. Ал сендер, алаңдама інім. Түріктің ерлері кез келген тығырықтан жол табады. Ал екеумізді енді тек өлім ғана ажыратады. Тездет інім. Қағанатыңды қайта алуға келе жатырсың ба? Қағанға лайық сый көрсетейін саған. Ос! Я тәңірім, бір өзің шарпыла көр. Бірлігі кеткен ел жаман, егесіп өткен ер жаман. Ел болып бірігуден асқан құт жоқ екен. Кешір батыр, адастым. Шойын қара. Иә батыр, қу басымды қара басты. Бірақ ағаң білге кір қақпасты дер кезінде сабасына түсірді. Ағаттық ісімнің құнына мына семсерді қабылап. Қол баста көк түріктің көк семсері. Сөзімді тыңда. Көк бөрінің ұрпағы. Өткіл түркі елі жоқ болмасын десеңдер. Ата-баба мекен еткен жер су иесіз қалмасын десеңдер. Бірлігіңді, татулығыңды сақта. Бүгін біз көк бөрден тараған көк түріктер Сылқыландай қаптаған табғаштың қара туын құлатып, отша жалмап, бөріше бүреміз. Киелі Тәңірінің құтты қонған ұлы далаға ұрпақтарымыз ие болсын. Бүгін біз жеңіске жетеміз. Алла! Қапаған, жан керек болса, бері қара. Қағаның алдына осылай елемеген. Сен қаған емессің. Әкемді қастандықпен өлтіріп, тайпаларды араздастырып, елімізді табғаштың аяғына жыққан сатқынсың. Қара күшін талқандалды. Енді сенің кесегін келді. О, батыр, тоқтай тұр. Келетініңді біліп, осын сый дайындап қойған. Жақындап қалдық. Аңызға сенген сені көрдім. Мә. Ер атанған батырлар ғана дегенің қайда? Жүр, көріп білейік. Ұлдарымыз ер жетті білгенге. Күлтегін.
қапаған. Енді келі көктүріктің жеріне басыңды ей. Күлтегін, өлтіре көрме. Қаласаң өзіңе, еліңе тамшы қаным қалғанша құлшылық етейін. Тек өлтіре көрме. Әкем маған, сен иттік бауырына басып, қателік жасады. Сендей жауызды көктүріктің жерінен алыстату аздық етеді. Бірақ мен жендет емеспін. Сен мені әкемнен, анамнан, елімнен айырдың. Сонда да кеудендегі қара жаныңа өмір сыйлаймын. Кет бұл жерден. Кет бұл жерден қабаған. Құп Күлтегін, айтқанымды айтсын. Төменде қоңыр жер жаратылғанда, екеуінің арасында адам баласы жаратылды. Адам баласын билеп, ашина текті көк түріктер отырды. Ұлы даланың төріне жайғасқан ұлы елдің басына білге қаған болып отырды. Бірлігі жарасып, бүрлі байрақ тіккен қалың түрік жасағына көк түріктің көк семсері Күлтегін қолбасшы болды.